Данный, саған ұнамайтын мереке қандай? Бірінші қыркүйек қой. Не үшін бірінші қыркүйек? Сабаққа барғым келмейді просто. Неше сынып оқисың? 9 бітірдім. Ең ұнайтын өзіңе пәнің қандай? ДШ мен еңбек. Ұнамайтын? Математика ғой. Түбі мен бір реңдімін ғой негізі. Қай жылғысың сонда сен? 2011. Атың? Саят. Саят, қазір бауырым, қазір мен саған келем да, саған ұнайтын мереке қандай деймін? Бірінші қыркүйек білім күні деп айтшы, жарай ма? Сен, а? Егер сөйтіп айтсаң, саған 10 мың теңге беремін. Болды. Давай ойнатып бересің ба? Аха. Бірінші қыркүйек білім күні деп айтасың ғой, сразу 10 мың теңге, жарай ма? Аха. Давай басынан келін яқтан, е? Давай кеттік, кесе. Бауырым, ассалаумағалейкум, саған ұнайтын мереке қандай? Бірінші қыркүйек білім күні ғой. Сен, а? Да? Не үшін білім күні? Сабаққа барым. Сабақты қызық қой мектеп. А, мектеп қызық па? Сонда сен оқығанды жақсы көресің ба? Қандай пәнді жақсы көресің? Математика ғой. Ұнамайтын ше? ДШ ғой, ДШ. ДШ не үшін ұнамайды? Форма сыймайдысың ғой апармай. Сен, а? Негізі жұрттың бәріне ДШ ұнайды, саған ұнамайды, е? Сабақты сүйіп оқисың ба? Бірінші сентябрьге қанша күн қалды? 15 күндей қалды ғой. 15 күнді асыра күтіп жүрсің ба? Білім күні ұнайды деп айтқаның үшін саған жаңағыдай екеуміз келіскендей 10 мың теңге жарай ма? Одан бөлек біздің отаушоп деген парақшаға тіркелгенсің ба? Жоқ. Тіркелмегенсің ба? Давай көрші, тіркелген болсаң, дәл қазір саған 50 мың теңге ақшалай сыйлық береміз. Тіркелмегенмін. Тіркеліп көрші. Дәл қазір тіркелгенің үшін 10 мың теңге берейікші, давай. Отаушоп парақшасына тіркелмеген екен, көрсетші. Дәл қазір тіркеліп қойық, давай, дәл қазір тіркел. Негізі тіркелгеніңде 50 мың теңге беретінім де, и саған қазір дәл қазір тіркелген үшін 10 мың теңге, и жаңа екеуміз келіскен 10 мың теңге, 20 мың теңге. Рахмет. Ең жақсы көретін пәнің? Математика. Қандай кім береді математикадан? Айгүл әпке. Айгүл әпке? Апай шығар, может? Апай, Айгүл апайға сәлем жолдап қойшы. Көреді Айгүл апай. Точно жақсы көресің ғой, е?